Сәлем достар. Бүгін сіздерге карантин кезінде үйде айналысуға болатын топ 7 нәрсе туралы айтамыз. 7-ші орында баршаға танымал футбол. Бірақ бұл қақпаға емін-еркін гол салуды жақсы көретін адамдарға арналады. Доппен пас беріп, жүгірмейсіз. Бар болғаны екінші адамды құшақтап алып, бір-біріңіздің аяқтарыңыздың арасынан гол салуға тырысу керек. Ал егер ол адам сүйіктіңіз болса, онда оны құшақтап алуға өте жақсы мүмкіндік. Ал сүйіктіңіз болмаса, ештеңе етпейді. Жалғызда ойнай беріңіз. Кім білет, мықты футболист болып кетерсіз. 6-ші орында бұл қиындықты жақсы көретін адамдарға арналады. Бұрын фитнес залдарға барып, ауыр заттарды көтеріп, денеңізді қалыпқа келтіріп жүрсеңіз, үйде де дәл солай істеуге болады. Ол үшін үйдегі қыздардың біреуін тек бір қолыңызбен көтеруіңіз керек. Қиын болуы мүмкін, бірақ жаттығу керек. Ең бастысы қыздың ауыр екенін айтып қоймаңыз. Әйтпесе біразға дейін жаттыға алмай жүруіңіз мүмкін. Егер сүйіктіңіз бір орында отыра алмайтын болса, онда мынау таптырмайтын іс. Тек аяқ қолын сындырып алып жүрмесін. Себебі бәрібір сіз ғана кінәлі боласыз. Бесінші орында үстел теннисін қатты жақсы көресіз бе? Оның да амалын табуға болады. Бұл сияқты топ болып ойнай алмасаңыз да азартына кіріп кетесіз. Міне, дәл осылай ыдысқа салуыңыз керек. Егер қымбат ыдыс болатын болса, үйдегі әйелдер қауымы өздері ғана ойнасын. Сонда ыдыстың сынғанына сізді кінәлай алмайды. 4-ші орын. Электрондық жүгіру жолын адамдар салмақ тастауға. Денесін бір қалыпты ұстауға арнаса, екіншілер тамақ ішуге арнап жатыр. Бұларды жатып ішер десе болатын шығар. Немесе аэропортты сағынсаңыз, үйде өзіңізге осындай тексеріс жасасаңыз болады. يرجى من حضرات ركاب طائرة طيران الإمارات رحلة رقم 1. 3-ші орын. Казино, карта ойындарына әуес адамдарға арналады. Үйде өзіңізге қолдан қораптан автомат жасап алып, ақшаңызды салып ойная бересіз. Бірақ ақшадан ұтылам деп уайымдамаңыз. Ақшаңыз өз қорабыңызда қалады. Екінші орын. Ішімдікті ұрттап тұратын демалғанды жақсы көретін жандар бұл сіздерге таптырмасыз. Бұл жолы стаканды қолыңыз емес, басқа зат ұстайтын болады. Ең бастысы қауіпсіз, тек көп қабатты үйде тұратындарға қиындау болады. Бір-біріңізге жетіп стакан соғыстырамыз дегенше, үшіге деген желаниелеріңіз кетіп қалуы мүмкін. Avviciniamo il tutto! Va benissimo! Ал енді көптен күткен 1-ші орын. Ол гольфті ұнататын жандарға арналады. Бұрынғыдай тек шұңқырға салып қана ойнайтын гольф емес, пайдасы бар гольф. Добыңызды көздеген жерге дәл тигізіп, қолыңызды антисептикпен тазалап аласыз. Іш пыспасын достар.